Сәлеметсіңдер ме, балалар? 6 сынып 13 сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әлемдік джаз музыкасы. Бүгінгі сабақта джаз музыкасымен танысамыз, джаз музыкасының бағыттарын білеміз, джаздың әйгілі орындаушыларын тыңдаймыз, және де Әбдінұровтың «Ұстазыма» әнін үйренеміз. Джаз музыкасындағы көп ырғақтылық, негізгі әуеннің сан рет қайталануы, вокалдық мәнерлілік, көрнектілік, мұның барлығы африкалық халық музыкасына тән белгілер. Джаз музыкасының алғашқы орталығы ақш-тың Нью-Орлеан қаласында пайда болды. 1910-15 жылдары джаз бенд деп аталатын үрмелі аспаптар оркестрі құрылып, орындаушылық өнердің өзгеше мәнері қалыптасты. 1920 жылдардағы джаз өнерінің атақты музыканттарына америкалық кернеші Луи Армстронг, Битс Бейлер-Бекет және композитор Джордж Гершвинді жатқызуға болады. Қазақстанда джаз өнері 1969 жылы мемлекеттік радио және теледидар жанынан эстетикалық симфониялық оркестрдің құрылуымен байланысты. Кейіннен Тахир Ибрагимовтың басшылығымен джаздық Кемеран тобы құрылды. Қазір Алматыда кәсіби джаз музыкасымен айналысатын топтардың саны аз дейді музыка мамандары. Ал музыкалық бағыттарда джаз элементтерін қосатын топтар Қазақстанда баршылық. Олардың қатарына GCS, степ секілді топтарды жатқызуға болады. Ұстазыма әнін үйреніп аламыз.
Рефлексия. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар балалар.